Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай суық уақытында иммунитетті көтеретін, ауруға қарсы тұратын рецептпен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге жаңғақ, кепкен өрік, мейіз, асқабақтың дәні, бал және де лимон қажет болады. Барлық кепкен жемістерді міндетті түрде алдын ала жуып, кептіріп аламыз. Жаңғақтың адам ағзасына тигізетін пайдасы өте зор, ең негізгілерін жазып өттім. Екінші қолданатын асқабақтың дәні. Асқабақтың да адам ағзасына пайдасы өте зор. Міндетті түрде пайдаланыңыздар. Блендердің көмегімен барлығын майдалап аламыз. Ендігі кезекте кепкен өрікті пайдаланамыз. Кепкен өріктің де адам ағзасына тигізетін пайдасы өте зор. Ең керектілерін, ең маңыздыларын жазып өттім. Кепкен өріктің қара түсі болса, тіптен жақсы болады. Менде үйде осындай өрік болғандықтан осыны пайдаландым. Қара өріктің пайдасы көбірек. Ал ендігі кезекте мейізге келетін болсақ, мейіздің де пайдасы өте зор. Міндетті түрде мейізді қосыңыздар. Барлығын блендерге қосып араластырамыз. Және де үйде осындай сары мейіз болғандықтан сары мейізді де қосып жібердім. Сары мейіздің де өзіндік ағзаға тигізетін пайдасы өте зор. Барлығын қосамыз және де жарты лимонды пайдаланамыз. Дегенмен де барлық ингредиенттерді артық мөлшерде пайдалануға кеңес бермеймін. Кез келген нәрсені мөлшерден тыс пайдалансаңыздар да зияны болады. Соны міндетті түрде ескеру қажет. Блендермен айналдыру өте қиынырақ болады. Сол себептен ет тартқыштан да өткізсеңіздер болады. Дайын болған массаны жаңғаққа қосамыз. Және артынан балды қосамыз. Балдың да адам ағзасына тигізетін пайдасы өте зор. Негізгілерін жазып өттім. Міндетті түрде табиғи бал болу қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны ыдысымызға салып, тоңазытқышта сақтаймыз. Таңертең аш қарынға бір ас қасықтан пайдаланамыз, немесе шайға қосып пайдалансаңыздар да болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ем болсын.